айтайын, себебі осы бүгін жиналған қауым бірнеше маңызды мәселені көтеріп жатыр, бірақ өкінішке қарай осы қазақ тілінде ахуалы осы ғаламторда, интернетте дейміз, өте төмен болып жатыр. Сондықтан осындай азаматтар Айгүл секілді, Баке секілді біздің партияның қарамағында жиналып осындай мәселені көтеріп жатыр қазір. Жақында біз Баке айтқан жоқ, жақында біз осы ойымыз бар, осы біздің офиста Уждан деген пікірталас клубын ашайын деп жатырмыз. Сіз білесіз ме, айтпақ секілді, бірақ тек қана қазақша сөйлейтін осы Уждан пікірталас клубқа бір танымалы, елге танымалы тұлғаларды шақырамыз, жазушы болсын, ақын болсын, саясаткер болсын. Бірақ көбісі экономика, саясат туралы сөйлемейміз, тек қана қазақ тілін, қазақ салт дәстүрлері туралы осындай мәселені көтереміз. Себебі қазіргі таңда, бүгінгі таңда осы Қазақстан ортасында Алматыда жақсы әдебиет түрде сөйлеген адамдар өте аз. Сондықтан тек қана осы теледидар арқылы хабар көрсе, тек қана ресми түрде сөйлеседі адамдар. Сондықтан оны да қазақ тілін дамытуға осындай Уждан пікірталас өту керек. Екіншіден мен айтатыным, өзіміз осы қазақ тілінде, қазақ интернетті даму, ол деген тек қана біздің дербес ойымыз емес. Біз осылай жиі бастарымызды біріктіріп, мүмкін осында бірнеше жақсы пікір айтылған, бірақ ұсыныстар өте аз. Менің ұсынысым қазақ тіліндегі интернет даму ассоциация ашамыз деп тек қана бейресми түрде осылай отырып, кездесіп, бір ұсыныстарды шығарып, біз Руханият Жасылдар партия арқылы осындай ұсыныстарды мемлекеттің алдына қойыламыз. Себебі біз партия болған соң біздің мүмкіншілігі мол. Сондықтан Айгүл істеген, Баке істеген, Байге кезет бәрін қолдаймыз. Қолымызға келген көмек көрсетейік. Сондықтан мен айтатын осы офисті, осы партияның есіктері әрқашан ашық. Келіңдер, біздерде Құдайға шүкір орындар бар, интернеттер бар. Келіп осындай мәселені талқылап, осындай бірнеше ұсыныстары шығарып, біз партия ретінде, Кенжебек дұрыс айтты, закон кезет туралы. Осындай заңдар көпшілікке тегін таратылу керек. Ол үкіметтің жұмысы. Бірнеше миллиондаған долларды электронды үкіметке шығарып, қазір сайтқа кірсеңдер, тек қана осы бірінші бет бар. Ішінде ештеме жоқ. Ол не деген? Ол ұрлық, шын айтқанда. Бәрімізге ол анық. Бірақ Жұмағалиев, Есекеев, басқалардың шенеуніктері осы басты сатырмайды. Себебі ол қазақтардың ғаламторын дамыту тек қана біздің қазақтарды, қазақ деген жігіттерді, қарындастарымызды, ұлтшыл адамдардың тек қана осы ниетімен тек қана дамытамыз. Сондықтан осы партия атынан, осы менің жеке басым атынан әрқашан келіп осындай мәселе көтергені мен әрқашан қош келдіңдер айтамыз. Рахмет.